Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракату, құрметті барлар. Алла субхана тағала қасиетті мешітке басып келген қадамдарымызға сауаптан жазсын. Осы дәрістерді әлеумет жер арқылы көріп жатқан кісілерге де Алла тағала қайырлы берекелі ілім нәсіп етсін. Біз сіздермен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін насихаттайтын Ашифа бит-тарифи хукукул Мустафа атты кітаптан дәрістер бастаған болатынбыз. Және бұл кітаптың мақсатын түсіндіргенбіз. Ең бірінші дәрісімізде бұл кітап арқылы осы кітап жазған автор имам Қади Ияд рахимахуллаху тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін барша мұсылмандарға білдіру үшін жазған болатын. Және бұл кітаптың ерекшелігі басқа біз үйреніп қалған әдетте кітаптар сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туған кезі, пайғамбарымыз өскен уақыт деген сияқты бөлмеген, бәлки кітаптың жүйелеуі, баптарға бөлуі мүлдем ерекше. Бұл кісі кітабын ең бірінші кезекте қасиетті Құранда Алла тағала қалайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін әспеттеген сол жайлы тоқталады. Және біздің ең соңғы өткен бабымыз Алла тағала қасиетті Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен ант ішкендігі жайлы айтқан болатынбыз. Және оған қатысты бірнеше аятпен бөлістік. Ең мәшһүр аят Хижр сүресінің 78 аяты Ля-амрук, ей Аллах тағала пайғамбарымыздың ғұмырымен ант ішеді. Иннахум ла фи сакратихим яъмахун, шын мәнінде Меккенің адасқан халқы ғафлетте жүр деген аятпен түсіндіріп, Алла тағала не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғұмырымен ант ішкен, соны түсіндірген болатынбыз. Осы арқылы Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүріп өткен өмірі түгелмен берекелі толы екенін айтқан болатынбыз. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғұмырымен ант ішкен болатын болса, олай болса Алла елшісінің ғұмырында өте үлкен хикметтерге берекелі толы қазына екенін бөліскен болатынбыз. Және біз келесі аятта Ясин уал Құранил хаким деген аятта да Алла тағала Ясин деген сөз кейбір ғалымдардың пікірінше ол я инсан, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мензелген, немесе я саид, яғни екеуі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтылған сөз. Иннака ламинал мурсалин, шын мәнінде сен Алла тағаланың тарапынан жіберілген елші екенін баяндап түскен сүре дегенбіз. Ал енді Ясин сүресіне қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи білесіздер, айтқан сөзі бар, кез келген заттың жүрегі бар. Осы қасиетті Құранның жүрегі болса Ясин сүресі деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашан қызықтырған болатын. Және Алла елшісі тіпті кейбір хадистарында өлім сәтінде жатқан бауырларыңа Ясин сүресін оқыңдар деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде баршамызға әйгілі. Сол себепті Ясин сүресінің сол ең бірінші басылатын әріпінде кейбір ғалымдардың пікірінше бұл сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бағытталған сөз. Және айтқан болатынбыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көптеген есімдері бар. Бір жерлерде пайғамбардың есімі 1000 деп келетін болса, бір жерлерде пайғамбарымыздың есімдері 201 деп келсе, кейбір жерлерде пайғамбарымыздың есімі 99 деген ғалымдар әртүрлі есімдер жинақтаған. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көркем есімдердің бірі Ясин деген есімі. Және айтқан болатынбыз, өткен дәрісімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасиетті қазір Мадина қаласында жатқан қабіріне барар жолда да Алла елшісінің көркем есімдері сол жаққа жинақталған. Соның арасында міндетті түрде Ясин деген есімді сіздер көресіздер. Осы Ясинге қатысты ары қарай шейх жалғастырады. Каб ибн Ахбар сол кісі айтады: Ясин қасамун ақсамаллаху бихи қаблан яхлуқа самаа уал арда би алфай ам. Я Мұхаммад, Алла тағала аспан мен жер жаратпастан бұрын 2000 жыл бұрын осы Ясин деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғұмырымен ант ішкен дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ант ішкен: иннака ламинал мурсалин, ей Мұхаммед, шын мәнінде сен Алла тағала тарапынан келген елші екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Алла тағала Құранда айтқан болатын. Және бұл жерде мән беретін нәрсе тағы да Алла тағала қайтадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атымен ант ішеді. Енді тағы бір осы сөзге қатысты келетін болсақ, және біз өткен дәрісімізде тоқталған болатынбыз. Негізі Құранда 29 сүре хуруфы мұқаттағамен, яғни осындайша әріптермен басталған сүре бар. Алиф, лам, мим, Ясин, Тоха, Хамим деген сияқты Құранда 29 сүре бар. Олардың өзі әртүрлі болады дегенбіз. Бір әріпті сүрелері бар, мысалы үшін Нун деген сияқты қалам сүресі. Немесе осы Ясин сүресі сияқты 2 әріптен құралатын сүре бар. Немесе Алиф, лам, мим деп аталатын 3 әріптен құралатын сүре бар. Немесе 4 әріптен құралатын сүре бар. Сосын барып 5 әріптен басталатын сүре бар. Ол баршамызға белгілі Мариям сүресіндегі Каф, Ха, Я, Айн, Сот деген сияқты. Енді осы 29 сүренің басында басталатын хуруфул мұқаттағаларды оның мағынасы Аллахтан басқа ешкім білмейді. Негізгі ғалымдардың көзқарасы осы.
бірақ әйтсе де кейбір ғалымдар бұл жерде мынандай мағына беруі мүмкін деген сияқты көзқарас айтқан. Соның бір ясин деген сөзге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аты болатын болса, тағы бір жерде тоха, ол да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аты деген сияқты ғалымдардың еңбегі, ғалымдардың иштихады жатыр. Енді біз осы жердегі ясин деген сөзге қатысты қодай айтады, егер ясин деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есімі деп есептейтін болсақ дейді, бұл деген сөз алла тағала қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атымен ант ішкендігімізді түсінеміз деп жатыр. Енді бұл жердегі алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғұмырмен ант ішті. Бірінші қарасаңыздар, ясин, яғни бұл пайғамбардың атымен ант ішеді. Екіншісі уәл Құранил хаким, алла тағала екінші Құранмен ант ішеді. Сөйтіп барып пайғамбардың атымен, Құран кәріммен, сосын барып алла тағала шын мәнінде Мұхаммед сенің елшісің деп алла тағала қуаттап жатыр. Сол себепті шейх айтады, алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы елші екенін білдірту үшін екі рет ант ішкен деп жатыр. Бір рет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам атымен болса, екінші рет қасиетті Құранмен ант ішкен дейді. Егер жарайды ясин деген сөзді көпшілік ғалымдардың пікіріне сүйеніп, бұл жер тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаратпа сөз, ант емес деп айтатын болсақ, бұл ант емес, тек қана қаратпа сөз деп есептейтін болсақ, онда екінші сөз, яғни ол Құранул хаким деген сөз, бұл ант болып есептелінеді дейді. على صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا إعوج فيه ولا عدول عن الحق. Осы арқылы алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы елші екенін білдірту үшін екі рет ант ішіп, сосын барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы елші екенін айтып жатыр. Не үшін дейтін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкелген тура жолы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннеті бүкілі тек қана береке. Кім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әкелген жолынан кішкене ұстанатын болса, алла тағала ол адамның өміріне береке беретіндігін осы сөз арқылы баяндаған. Ал енді айтқан болатынбыз, не үшін ант ішу керек, не үшін жалпы Құранда ант ішіп келеді? Өйткені ант ішкеннен кейін келетін істің маңыздығын білдіреді. Алла тағала бірінші пайғамбардың есімімен, сосын Құранмен ант ішіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы елші екенін осылайша білдірген болады. Құрметті бауырлар, бұл да егер мән беріп қарайтын болсақ, алла тағала жаратушымыз. Алла тағала бір маңызды іс болатын кезде ғана ант ішеді. Тіпті адамдардың өздері жай нәрсе ант іше бермейді ғой, бір маңызды нәрсе ант ішетін болады. Ал егер алла тағала ант ішетін болса, значит, ол мағынасы шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы елші екенін тағы бір көрінісі болды деп ғалымдарымыз айтады. Осылайша құрметті бауырлар, мән беретін нәрсе, алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәрежесін көтерген соншалық өз атымен ант ішкен болатын. Және ғалымдарымыз айтады, алла тағала жер бетіне 124 мен 224 мың арасында пайғамбар жіберген болса, олардың еш қайсының ғұмырмен ант ішкен емес дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ғана берген ерекшелік, басқа жер бетінен келген ешқандай пайғамбар, мейлі адам ата болсын, немесе Нұх пайғамбар болсын, немесе Иса, Муса болсын, еш қайсының есімімен алла тағала ант ішкен емес. Тек қана бұндай зат пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам берілген дейді. Және шейх айтады, фихи мен тағзимихи, бұл нәрсе алла тағаланың құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәрежесін жоғары деген көрінісі. Яғни осы арқылы алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрежесін көтеріп, шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды елшілердің, пайғамбарлардың мырзасы, елшілердің, пайғамбарлардың төресі екен тағы бір көрінісі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөз бар, біз оны бірнеше айтқан болатынбыз. Алла елшісі айтады, «Ана саййидул уаладил адам ла фахр». Шын мәнінде мен адамзаттың мырзасымын, және бұл нәрсе мақтаныш емес дейді. Өйткені білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл сөз не үшін айтты? Ертең қиямет қайым болған кезде адамдардың бәрі есеп-қисапты күтеді. Есеп-қисап күткен кезде жаңағы хабарлар келгендей, ол жерде сіздер кеулері 50 мың жыл тұрамыз дейді ол жақта. Ал ол жақтағы бір күн болатын болса, дүниедегі 1000 жылмен тең келеді. Осынша ұзақ уақыт есеп-қисап күткен кезде адамдар шаршайды да, сосын айтады, барып бізге елші болып келген пайғамбарларға барып, алла тағаланың құзырына бізге шапағат етуін сұрайыншы деп айтады. Адамдар бірінші адам атаға барады,
азамат айтады, мен Аллахтың алдында істеген айыбым бар, мен бүгін шапағат ете алмайын деді. Сосын Нұх пайғамбарға барады. Нұх пайғамбар, мен бүгін шапағат ете алмаймын, мен бір сұрайтын дұғам бар еді, ол өзім қауымды құрдымға жіберсем Аллахтан сұрақ қойған, бүгін ешқандай шапағат ете алмайын деп ол да бас тартады. Муса пайғамбар айтады, Муса, бізге шапағат етші деген кезде Муса айтады, мен Аллах тағаланың алдында бір қателігім бар, сол үшін мен шапағат ете алмаймын. Бәрі бас тартады. Сөз тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әнә ләһә, мен шапағат етемін, мен сол үшін деп пайғамбарымыз алсын өзіне жауапкершілік алады. Сөзде пайғамбар айтқан атақты сөз осы, әнә саййидул адам, мен адамзаттың мырзасымын дейді. Бұл жерде пайғамбар адамзат мырзасын деген сөз менің қадір қасиетін біліңдер деген сөз. Және бұл деген сөз пайғамбарымыз мақтанып тұрған жоқ, Алла сөзін ерекшеленіп тұрған жоқ, ақиқат нәрсені айтып жатыр. Мен адамзат мырзасымын, уәля фахр деген сөз бұл шектен шығып мақтану сөз емес, ол ақиқат сөз екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жеткізген болатын. Сол себеп құрметті бауырлар, шын мәнінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам адамзаттың ішіндегі мырзасы, адамзаттың ішінде ең таңдаулысы екенін ешқашанда ұмытпауымыз керек. Алла тағала ары қарай Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен аншып жалғастырады. Ла уқсим би хазал билад ва анта хилун би хазал балад. Алла тағала айтады, ла уқсим би хазал балад анта хилун би хазал балад. Бұл енді көпшілігіміз білетін 30-шы парада кесет сүренің бірі Балад сүресі. Балад деген сүре бар, қысқаша ғана сүре. Сол Балад сүресі басталған кезде ла уқсиму би хазал балад ва анта хилун би хазал балад деп аталады. Енді осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қандай байланысы бар? Алла тағала аншет. Қила ла уқсим бихи иза лам такун фихи баъдал хуружика минху хакаку хакими маккию. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам білесіздер Мекке қаласында тұрған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сол қалада өскен. Және Алла елшісіне пайғамбарлық келген кезде сол Мекке қаласында болады. Кейіннен Меккенің халқының қысымға алу салдарынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи 53 жасында өзін туып өскен Мекке қаласын тастап Мәдинаға баруға мәжбүр болады. Өйткені дінді насихаттайын десе Меккеде ешқандай мүмкіншілік болмайды. Сөйтіп Алла тағала қасиетті Құранда айтады, ла уқсиму би хазал балад. Ей Мұхаммед, мен бұл қаламен Мекке қаласымен анышпаймын деп жатыр. Қалай анышпайды? Егер ол жерде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам болмайтын болса, жалпы баршамызға белгілі болғандай бір-екі айтатын нәрсе бар. Біздің дін ғалымдарының айтуы бойынша және дәлелдерге негізделе келе, шын мәнінде жер бетіндегі ең қасиетті қала ол Мекке қаласы. Алла тағала Мекке қаласына ерекшелік берген. Өйткені сол Мекке қаласында Алла тағаланың Қағбатулласы, Қағба сояқта салынған болатын. Алла тағала Мекке қаласына ерекшелік берген. Сол себеп ғалымдарымыз айтады, қала ретінде ең қасиетті қала Мекке қаласы, ол жерде ешқандай дау жоқ. Бірақ жердің бір телімі ретінде, жердің бір бөлігі ретінде ең қасиетті жер деп ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жатқан жерді ғалымдарымыз айтады. Яғни пайғамбарымыз жатқан жер бетіндегі ең қасиетті жер. Қасиетті болса, сол именно қабірі, сол жер телімі ретінде сол жер қасиетті. Енді Алла тағала қасиетті Құранда Мекке қаласымен анышып жатыр. Бірақ айтады Алла тағала, ла уқсим би хазал балад деген сөз, ей Мұхаммед, егер сен Мекке қаласынан шығып кетсең, Мекке қаласы қанша қасиетті болса дағы, мен ол қаламен анышпаймын деп жатыр. Яғни Мекке қаласының қасиетке ие болуы, сол жерде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болуы. Ва анта хилун би хазал балад. Сен осы қалада болсаң деген сөз. Және ғалымдарымыз айтады, қила ла заида ай уқсиму бихи ва анта бихи я Мұхаммед халалун. Ей Мұхаммед, егер сол Мекке қаласында болсаң, сенің осы Мекке қаласында жүрген болсаң, біз Мекке қаласымен анышамыз. Егер сен Мекке қаласынан болмайтын болсаң, сен жоқ болатын болсаң, Мекке қаласында қадір қасиеті болмайды деп Алла тағала тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи анышып жатыр. Хилун лака ма фаалта фихи аля тафсир. Енді осы жердегі балад деген мақсат ол Мекке қаласы екенін ғалымдар бір ауыздан айтқан болатын. Тағы ғалымдарымыз айтады, нахлифу лака би хазал балад аллази шарафтаху би маканики фихи хайян би баракатики майитан, яғни Мәдина. Алла тағала айтады, ей Мұхаммед деп жатыр, нахлифу лака би хазал балад, бұл қаламен, я Мекке қаласын анышамыз, шарафтаху би маканики фихи, сенің осы жерде болатын болсаң, сені шарапатқа бөледі деп жатыр. Уи баракатики майитан, яғни Мәдина. Және кейбір ғалымдардың пікірі бойынша бұл қалаға береке береді деген сөз, тағы бір дін ғалымдардың көзқарасы бойынша бұл Мәдина қаласына дейді. Және баршамыз белгілі болғандай, Мәдина қаласы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоныс аудармай тұрып, ол Ясриб деп аталған. Ясриб деген сөз арабтарда бір жақсы мағынада сөз емес.
Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи барғаннан кейін Ясриб қаласын Мәдинаға ауыстырған болатын. Жалпы Мәдина деген сөз араб тілінде ол қала деген мағына білдіреді. Негізінде пайғамбардың қаласы деген сөз. Мәдинатун набауи, яғни Мәдинатун наби, пайғамбардың қаласы. Бірақ арабтарда грамматикалық ерекшелігіне байланысты Мәдина деген сөз қалады да қала деген сөз қалады, бірақ пайғамбар деген сөз түсіп қалған. Енді осы Мәдина қаласы түгелдей құрметке ие болуы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадам басқаннан кейін құрметке ие болған болатын. Өйткені ең бірінші сахабалар, яғни Меккенің халқын, Меккеге үйреніп қалған сахабалар Мәдинаға қоныс аударған кезде көбісі ауыра бастайды. Тіпті Абу Бакр Сыддықтың да Билал радиаллаху анху айтқан өлең шумақтары бар. Біз Мекке жүрген кезде ауырмайтын едік, енді Мәдинаға келген соң ауыра бастадық деген. Және сол пайғамбарымыз саллаллаху Мәдинаға бармай тұрып, Мәдина халқының көбісі оба ауруымен көп шалдығатын болған. Яғни халқы ауырып, сол аурудан көп зардап шеккен болатын. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дұға еткен. Аллахым, сен Ибрахим пайғамбардың дұғасын қабыл етіп, Меккені қалай қасиет еткен болсаң, мен үшін де Мәдинаны қасиет етші деп пайғамбарымыз дұға еткен болатын. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұғасы себепті әлгі Мәдина қаласы түбегейлі өзгеріп жайлы болған. Және кез келген қасиетті Мекке және Мәдина қаласына барған адамды сұрайтын болсаңыздар, Мәдина қаласы шынымен адамзатқа жайлы. Кез келген адам сондай бір рахатты, сондай күйді сезіп қайтады. Неге? Өйткені ол жерге пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам арнайы дұға жасаған болатын. Сол пайғамбарымыз дұғасының негізінде Алла тағала Мәдина қаласына береке берген. Осы жердегі мағынасы, құрметті бауырлар, кейбір ғалымдардың пікірінше бұл жердегі қалада мақсат ол Мәдина қаласы. Бірақ дұрыс көзқарас ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның меңзелген қала ол Мекке қаласы дейді ғалымдарымыз. Ауалу асах, ләнна сурат ал-Маккия ва ба'даха юсаххиху қаулуху хилун бихазал балад. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл жердегі ұлықталатын нәрсе ол Мекке қаласы деп жатыр, ол Мәдина қаласы емес. Және аятта мән береді тағы айтады, Алла тағала антып жатыр қарай. Уалидин ва ма валад. Уалидин ва ма валад. Және Алла тағала антып жатыр. Немен дейтін болсақ, ол әкесімен және баласымен. Осы жерде әкесімен деген мағынасы адам атамен, ал енді баласы деген нәрсе ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламмен. Қарасаңыздар, Алла тағала қасиет Құранда Мекке қаласын аңшып жатыр. Неге Мекке қаласына? Өйткені сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху болған. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ол жыл қаладан шығып кеткен болса, Мекке қаласында жаңағыдай айтқан статусы жоқ болып кетеді дейді. Алла тағала егер сен ол қаладан шығып кетсең, Мұхаммед, мен Мекке қаласына аңшыппын деген сөз, ла уқсим бихазал балад деген сөз. Енді Алла тағала алып келіп адам атамен және адам атаның ұрпағы, бұл жерде уалад деген мақсат пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламмен аңшып жатыр. Айтады, фахуа ам ман қала хуа Ибрахим ома уаладун фахия иншаллаху ишарат иля Мұхаммед. Және кеулері бұл жердегі адам ата деген болса, кеулері Ибрахим пайғамбар меңзеген және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам меңзеген. Яғни әкесі деген нәрсе Ибрахим пайғамбар, ал баласы ол Мұхаммед дегенде сөз бар. Енді бұл жерде қандай байланыс бар? Білесіз, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 25-ші атасы ол Исмаил пайғамбар. Ал Исмаил пайғамбардың әкесі осы Ибрахим пайғамбар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тегі бірден Ибрахим пайғамбарға барады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Ибрахим пайғамбардың арасында байланыс өте мықты болған болса, яғни қандары өте жақын болған болса, және Ибрахим пайғамбар әрқашанда мән беретін болсаңыздар, тіпті салауат айтқан кезде де осы Аллахым Ибрахимге берген берекені Мұхаммедке бер деп сұраймыз. Өйткені Алла тағала осы Ибрахим пайғамбарға басқа пайғамбарға бермен ерекшелік берген дейді. Ол қандай береке дейтін болса, Алла тағала Ибрахим пайғамбардың ұрпағын берекелі еткен. Өйткені Ибрахим пайғамбар аллақанша Құдайдан сұраған дұғасы бар: Аллахым, менің ұрпағымды намаз оқитын және саған бойұсынатын ұрпақтарын етші деп сұраған болатын. Ибрахим пайғамбар дұғасы қабыл болды. Шынымен Ибрахим пайғамбардың белінен шыққан екі ұлы да, Исмаилді және Исхақта адамзатқа Құдайға бойсыну үйрететін ұлы екі пайғамбар шыққан болады, Исхақ және Исмаил. Сол себепті біз Ибрахимді неге ұлықтаймыз? Өйткені Ибрахим айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху аталары есептелінеді, және Ибрахим бізге ұрпағы жағынан, баланы тәрбиелеу жағынан баршамызға өнеге. Және өткен дәріс айтқан болатынбыз, біз неге пайғамбарына салават айтқан кезде Аллахумма солли аля саййид Мұхаммад ва аля Мұхаммад кама солайта аля Ибрахим деп сұраймыз. Аллахумма барик аля Мұхаммад ва аля Мұхаммад кама баракта аля Ибрахим. Аллахым,
Ибраһимге берген берекеңді Мұхаммедке бер деп неге сұраймыз? Өткен дәріс айтқан болатынбыз. Өйткені құрметті бауырлар, Алла тағала Ибраһим пайғамбардың отбасына басқа пайғамбарға бермеген ерекшелік берген. Мысалы мән беретін болсақ, Нұх пайғамбардың баласы әкесіне қарсы шыққан. Мысалы үшін Лут пайғамбардың әйелі бойсұнбаған. Ал енді Ибраһим пайғамбарға мән беретін болсақ, Ибраһим пайғамбардың әйелі Ажар да, одан туылған бала Исмаил да, әйелі Сара да, және Сарадан шыққан Исхақ та, бәрі Құдай тағалаға құлшылықта өнеге. Сол себепті дұға еткен кезде Аллахым Мұхаммедтің отбасынан береке бер дегенде, Ибраһимге берген берекеңді Мұхаммедке бер деп сұраймын. Неге? Өйткені Ибраһим пайғамбардың құрметті бауырлар отбасы барша адамзатқа өнеге болған. Және өткенде құрбан айтты да айтқан болатынбыз. Тіпті баласын бауыздайын деген кезде де Құдай тағаланың бұйрығына осы бала көмектескен болатын, Исмаил пайғамбар. Сол себепті өнеге жағынан болғаннан кейін біз Ибраһим пайғамбарды үлгі тұтамыз. Сол себепті әрқашан салауатымызда біз Мусаға емес, Айсаға емес, басқа пайғамбарға емес, осы Ибраһимге берген берекетті Мұхаммедтің отбасына бер деп сұраймыз. Аятта келгенде Алла тағала осы Ибраһим пайғамбармен және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламмен де Құранда аңшып жатыр. Фатадамманат суратул қасама бихи фи маудуайни. Осылайша Алла тағала Құранда екі жерде ант ішкен болатын. Бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тұрған қаласынан, екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тегімен және Алла елшісінің атасы Ибраһиммен Алла тағала Құранда осылайша ант ішкен болатын. Сонымен қатар Құранда Алла тағала пайғамбарымыз ғұмырмен тағы бірнеше жерде ант ішеді. Соның бірі мысалы үшін Қоф сүресі. Ғалымдарымыз айтады: "Қала бин ата фи қаулики Қоф уал Құранил Мәжид أقسم بقوة قلب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث حمل خطابه ومشاهدة ولم يوسع ذلك فيه لعلو حاله". Баршамызға береді Қоф деген Құранда сүре бар. Жаңа айттым мен сіздерге, Құранда бірнеше жерде осылайша әріппен басталған сүре бар. Сол Қоф деген сүре, ғалымдарымыздың пікірінше, осы Қоф деген сүрені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрегімен Алла тағала аңшып жатыр дейді. Қалай дейтін жүрегі болса, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрегінің қуаттылығы, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаланың дінін насихаттауда, Алла тағаланың дінін жеткізуде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрегі батыл болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дінді насихаттау барысында ешкімнен кейінге шегініп, немесе жүрегіне бір қорқыныш кірген емес дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрқашан дінді жеткізу мәселесінде Аллах тағаланың дінінде бекем тұрған. Және Алла елшісінің өміріне мән беретін болса, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрқашанда діннің мәселесі келетін болса, Аллах тағаланың дінін жеткізу болатын болса, әрқашан батылдықпен соны қабыл еткен. Арған жалғастыратын болсақ, айтқанымызда Әл-Қоф сүресінде бұл жердегі кейбір ғалымдардың пікірінше Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрегінің қуаттылығымен, яғни бұл жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам батылдығымен ант ішіп жатыр. Жаңа айтқан болатынбыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрметті бауырлар өте ер жүрек кісі болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соғыс майданынан қашпаған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біз елестеткендей, кейбір ойлағандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соғыс майданында палатканың ішінде отырып, ел жіберіп қойып, ондай отырған емес. Яғни пайғамбарымыз кәдімгі соғыс алаңына кіріп, өзі қылыш ұстап араласқан болатын. Және Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам берген ерекшеліктен бірі, құрметті бауырлар, Алла елшісі өте андай физикалық тұрғыдан қуатты кісі болған. Және ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бойында кейбір риуаяттарда 40 еркектің күші болған, кейбір риуаяттарда пайғамбарымыздың бойында 100 еркектің күші болған. Және егер Алла елшісіміз өткен дәріс айтқан болатынбыз, былтыр дәрістерімізде, Шамил Мұхаммед дәрістерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қуатты болған соншалық, Алла елшісі 63 жасқа келіп қайтыс болды, баршамызға белгілі болғандай. Сол Алла елшісінің денесі мен қарынның ортасында не болмағанда, айырмашылық болмаған дейді. Бұл деген сөз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артық салмақ жинап, немесе өкінішке орай қазір көп мұсылмандар артық салмақ жинайды ғой. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарайтын болсақ, 63 жасында сонда өз-өзіне берік кісі болған дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның несіне қуаттылығына қатысты Алла елшісінің несі иығы кең кісі болған. Яғни пайғамбарымыз физикалық тұрғыдан өте мықты болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманында өз заманында мықты балуандармен жекпе-жекке шығып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күресте жеңген болатын. Өйткені дінді насихаттау барысында кейбір адамдар сенің жаңағы ақылыңмен дінге келуі мүмкін. Кейбіреулер сенің тіліңнің тәттілігіне дінге келуі мүмкін. Кейбіреулер сенің күшіңе қарайды. Егер сен жеңетін болсаң дінді қабылдаймын, жеңбейтін болсаң дінді қабылдамаймын деген сияқты пайғамбарымыз шарт қойған болатын.
сол алла елшісінің өмірбаянына мән беріп қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өз заманында Рукана деген балуанмен шыққан жекпе жекке. Сөйтіп жекпе жекке шығып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи күрескен кезде әлгі кісі есін жинамай жатып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жаңағы бауырын несімен жауырын жерге тигізген. Сөйтіп аны түсінбей қалды, қайтадан келеді, қайтадан күреседі. Сөйтіп пайғамбарымыз 3 рет жеңген дейді бір риуаяттарда. Тағы риуаяттарда пайғамбарымыз тағы басқа балуан жекпе жекке шығады, ол балуан пайғамбарымыз жеңіледі, бірақ ол кісі исламнан қалдырмай қояды. Әлі Рукана деген балуан болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шынымен де мықты екенін мойындап, жекпе несін жаңағы исламнан қалдырған. Қарап отырсаңыздар, дінді насихаттау барысында әртүрлі нәрсе керек болады. Сол кейбір кісілер сенің физикалық қуаттылығына қарайтын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрмет барлық шынымен физикалық өте қуатты кісі болған. Осылайша алла елшісі жаңағы кейбір мәселе жеңген болатын. Сол пайғамбарымыз айтып жатқан нәрсе жүрек қуаттылығымен қатар физикалық қуаттылығы бар. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы үшін өмірбаянына мән беріп қарайтын болсақ, Хунайн соғысында білесіздер, мұсылмандар көп болған себепті біз қазір жаңағы қашқан араб тайпаларын оңай жеңіп аламыз деген сияқты өздеріне қатты сенім болады. Алла тағала кейін Құранда сөгеді мұсылмандарды. Хунайн соғысында мұсылмандар өте қатты сеніп, біз жеңеміз деген сияқты шығады, бірақ аяқ астынан дұшпанның дайындап қойған жасағына тап болады да, мұсылмандар қатты жеңіле бастайды. Сол жерде мұсылмандар аттарын жаңағындай түйелерін бұрып артқа қарай қашып бара кезде тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тұрып, мен шынайы елшімін, мен Абдулланың ұлымын, мен Абдулмұтталибтің ұлы, мен шынайы пайғамбармын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сол жерде тұрып қылышпен соғыстан қайтпаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осылайша соғыс майданында ел көрсеткен кезде қайтадан сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасына келіп жинақталған. Және мән беретін болсақ, пайғамбардың өмірбаянына түгел мән берсеңіздер болады. Алла елшісі ешқашанда қорықпаған, жүрегінің, яғни бізде дух деп жатамыз ғой, рухы өте мықты болған. Тіпті пайғамбарымыз бір күні ұйықтап жатқан кезде бір мүшрик келіп пайғамбардың мына жағынан қылыш тақайды. Сөйтіп сұрайды: ей Мұхаммад, қазір сені кім қорғайды деп айтады. Яғни мысалы біздің аяғымызға мысалы болды баяғыда көшеде жаңағы кейбір жігіттер пышақ шығарып, телефон шығарып бүйтіп десе бәз қорқып бере салатын едік қой. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тақап тұр аяғына. Сөйтіп тақап тұрған кезде сені кім қорғайды деген кезде алла деп айтады да. Алла деп айтқан кезде мүшриктің қолы дірілдеп қылыш қолынан түсіп кетеді. Сол кезде пайғамбар қылышын ұстайды, ананы тақайды да, ал енді сені кім қорғайды деп айтады. Бұл деген нәрсе, құрмет бауырлар, шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниесі, ішкі жан дүниесі, рухы, дін үшін Аллахқа деген толық сенімі мықты болған да. Пайғамбарымыз ешқашан да күмәндамаған. Тіпті білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллаға деген, дінге деген, бұл діннің түбінде жеңіске жететіндігіне сенімі мол болған, яғни оптимист көзқарас болған ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі 12 мың әскер келіп Мадина қаласын қоршап алған кезде мұсылмандардың саны 3 мың, кейбір жерде 4 мың дейді, яғни 3-4 есе аз болады. Мадина қаласын мүшриктер қоршап алған, яһудилер бәрі араласып, пайғамбарымыз Мадина қаласының шетін ор қылып қазып алады. Сөйтіп пайғамбарымыз өз қолымен ор қасып жүрген кезде айтады ғой: ей адамдар, мен сендерге парсы патшасының білезіктерін уәде етемін деп айтады. Енді түсінікті болу үшін сол заманда парсы патшасының білезігін уәде етемін деген сөз. Қазір мен сіздерге тұрып Американың президенті жаңа Байденнің сағатын әкеп беремін деген тең сөз ғой негізінде. Адам сенбейді сол кезде. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келемеждеп күледі адамдар. Біз дейді ана жаққа барып дәретімізді сындыра алмай жатырмыз, бірақ Мұхаммед болатын болса бізге осындай байлардың, патшалардың мүлкін уәде етіп жатыр деп пайғамбарымыз үстінен күлетін болады. Бірақ уақыт өтеді, шынымен де Омардың заманында сол кезінде келемеждеген адамдардың бәрі, Омардың заманында сол парсы мемлекеттері, Рум мемлекеттерінің бәрі мұсылмандар алла тізе бүккенін көрген болады. Бұл деген сөз, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ішкі жан дүниесінің мықтылығы және Аллахқа деген сенімінің жоғары. Сол пайғамбарымыз сенімнің арқасында Алла тағала дінді, мұсылмандарды әрқашан үстем еткен болатын. Сол себеп, құрметті бауырлар, бұл жерде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегімен және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы батылдығымен, соғыста өжеттілігімен Алла тағала Құранда анысып жатыр. Тағы бір аятта қала Джафар ибн Мұхаммад фи тафсири ва najmi иза хуа иннах Мұхаммад. Нәжім деген сөз бар, құрметті бауырлар. Нәжім деген араб тілінде ол жұлдызға айтылады. Және Алла тағала бұл кейбір ғалымдардың пікірінше нәжім деген мақсат ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи меңзелген дейді. Және біз өткен сәтте айтқан болатынбыз, Алла тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сироджа мунира деп сипаттаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ол жарық жұлдыз. Егер не үшін пайғамбарымыз жарық жұлдыз деп сипаттайтын болса, өйткені мысалы әлем адасушылықта қараңғылықта жатқан болса, сол пайғамбарымыз жарық жұлдыз сияқты жанып, адамзатты тура жолға бастаған себепті Алла тағала пайғамбар осылай сипаттаған. Сироджа мунира, жарқыраған жарық жұлдыз дейді.
Өйткені жаңа айтқанымызда алла елшісінің әкелген діні бәрі адамзат артынан еретін болса тура жолға алып шығады. Сол тағы есімдердің бірі пайғамбарымыз ант ететін ол Нәжм сүресіндегі, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегі деп меңзелген дейді. Хауа деген нәжм иза хауа иншираху мин анварин қар инқата ғойриллахи. Яғни бұл деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегінен шығып жатқан нұр бүкіл әлемге өзінің нұрын шашқан дейді. Және ғалымдар былай түсіндіреді, неге сахабалар басқаларға қарағанда абыройға ие болды, неге адамзаттың арасында біз пайғамбарымыздың көзін көрген сахабаларды сонша құрметтейміз, неге оларды сондай дәрежеге көтереміз деген сұраққа ғалымдар былай жауап береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегі бейне бір нұрға толы дейді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген нұрынан сахабалар әрқайсысы жеке-жеке үлес алған дейді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кездесуден нұрға бөленген себепті сахабалар бірден өзгерген. Және егер мән беріп қарасаңыздар, алла елшісінен бір ғана кездескен сахабалардың бәрі бірден өзгерген 180 градусқа. Алла елшісінің бір ғана мәжілісінде болу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бір сұхбатта болу адам түгелдей өзгерткен. Көп ондай адамдар, уақыт айтып жатқан жоқ, бір ғана алла елшісімен кездесетін болса сахабалардың түгелдей өмір өзгерген. Сол себеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нұрынан бәрі алуға тырысқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген дін, шынымен де құрметті бауырлар, кім артынан еретін болса, ол әлемді иншалла нұрға бөлейтін болады. Сонымен бүгінгі ең соңғы аятымыз, сіздермен бөліскім келетін, ол Фәжр сүресінде аят. Фәжр, Алла тағала аят: "Уал фәжри ва лаялин ашр". Осы жердегі фәжр деген сөз, негізі баршамыз мүмкін естіп жатқан шығарсыздар, фәжр деген сөз таң деген сөз. Ал енді фәжр деген сөз қазақша таң деп аударамыз, бірақ араб тілінде фәжр деген сөз мағынасы жару деген мағынаны білдіреді. Не үшін таңды жарумен теңестіреді? Өйткені таңертең мысалы түнде қараңғы болып жатқан болса, таңертең күн шыққан кезде бүйтіп жарып қараңғылықты тесіп шығады. Сол себеп араб тілінде фәжр таң деген сөз жарушы деген мағынаны білдіреді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не үшін таңмен теңестіріп жатыр? Алла елшісімен таң арасында байланыс бар дейтін болсақ, әлем қараңғылық жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қараңғылық тесіп шығып жатыр. Қалайша күннің көзі алғаш жер бетіне түскен кезде нұрға бөлеген сияқты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды пайғамбар болып келіп жер бетін нұрға бөлеген себепті таңмен теңестіреді. Арасында байланыс осы. Осы жерде кейбір ғалымдардың пікірінше фәжр деген мақсатта пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам көзделген деп отыр. Өйткені алла елшісі келгенде айтқанымыздай қараңғылықта жатқан әлемді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, құрметті бауырлар, осылайша нұрға бөлеген болатын. Сол себепті осы әрқашанда алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген сара сүннетіне берік болып, өз өмірімізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінен жауаптар іздеп, соны өмірімізге енгізуді алла баршамызға нәсіп етсін. Ахир дауана инальхамдулиллахи роббил аламин. Сұрақтарыңыз бар ма, апа, ұстаздар, құрметті жамағат? Біз енді мен ғана сөйлеймін, егер сіздерде бір түсінбей қалған мәселе болса, пайғамбарға қатысты дүниелер болатын болса, сол бүгін кішкене дәрісті ерте аяқтадық, бір 2-3 минут уақыттар бар. Сұрақтарыңыз болса, түсінбей жүрген, немесе мен молда сенің сөзін түсініксіз болып отыр, не айтып жатсың деген сияқты сұрақтарыңыз жоқ па? Пайғамбарға қатысты, жалпы бір салауатқа қатысты, алла елшісінің өмірбайына қатысты,